Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғылыми фантастикалық әңгімелер, Жүніс Сахиевтің өмірі мен шығармашылығы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтерді анықтау. Алдымен фантастика дегенімізне соған тоқталайық. Грек тілінен алғанда фантазия деген сөз қиялдау дегенді білдіреді. Фантастика қиялдау өнері. Фантастика ұғымының өзі де қиялдану өнеріне байланысты пайда болған. Ғылыми фантастика ағылшын тілінен аударғанда ғылыми туынды дегенді білдіреді. Көркем әдебиетте, сондай-ақ кино, кескіндеме, тағы басқа өнер салаларында қалыптасқан жанр. Қазіргі қазақ әдебиетіне ғылыми фантастика дербес жанр ретінде 20 ғасырдың 50-ші жылдары республика жазушыларының шығармалары арқылы қалыптасты. Жас ұрпақты өнер білімге баулуда фантастиканың атқарар қызметі мол. Ғылыми фантастикалық шығармалар біріншіден көркем әдебиеттің қызметін атқарады. Екіншіден оларда ғылым мен техниканың дамуына көңіл бөлінеді. Ғылыми болжамдар ұсынылған Машановтың жер астына саяхат, Медеу Сәрсекенің ғажайып сәулет повесі, Талап Сұлтанбектің көшпелі алтын, Шоқан Әлімбаевтың данышпандық альфасы, Төлеу Шахановтың көгілдір мұнаралар, Тимур Сүлейменовтің жұлдыз адамы, Абдулхамид Марқабаевтың ғарыштағы қымыз повестері қазақ фантастиканың елеулі үлес қосты. Қазіргі таңда қазақ әдебиетінде бірсыпыра фантаз жазушылар бар. Олардың қатарында Абдраман, Бектібаев, Марқабаев, Сахиев, Шаханов, ысқақтарды атауға болады. Ал Сәрсеке, Сахиев, Қойшыбаев, Өтекеевтер балаларға арналған фантастикалық әңгімелер жазып жүр. Ғылыми фантастикамен айналысып жүрген жазушылардың бірі Жүніс Сахиев. Жүніс Сахиев Қазақстанда алғаш сериялы ғылыми фантастикалық романдар мен әңгімелер жазған белгілі жазушы-фантаст. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі және оның Жандос атындағы әдеби сыйлығының лауреаты. Астрономия, геодезия қоғамының толық мүшесі. Сахиев Жүніс қазақ және әлем ғылыми фантастика жөніндегі ондаған танымдық мақалалардың авторы. Астрофизика, астрономия оқулықтарын аударған. Астрономия ғылымын насихаттаушы. Ол шығармашылық өмірбаянымен Элита Казахстана 97 жылы, Қазақ әдебиеті энциклопедиясына 1999 жылы, Белоруссия энциклопедиясына 2002 жылы, Ұлы дала тарихи ғибраттық шежіре кітабына 2002 жылы, Жазушылар әлемі фотоальбомына 2003 жылы, Қазақстан жазушылары 20 ғасыр энциклопедиялық анықтамаға 2004 жылы енген болатын. 2001 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Сахиев Жүністің өмірі мен шығармашылығына арналған Қазақстан ғылыми фантастикасы тарихында тұңғыш рет көрме жұмыс жасады. Жүніс Сахиев қалай фантаз жазушы болды? Ендеше өмірбаянда бірнеше деректерге мән берейік. 1950 жылы 1 наурыз күні оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында дүниеге келген. 4 жасында әкесі сағы дүниеден өтіп, анасы Құлқаныстың тәрбиесінде жұлдызды әлем туралы аңыз әңгімелер тыңдап өскен. Яғни өзіміздің анықтағанымыздай Құлқаныстың әсері болған екен. Бала кезінен өзге жұлдыздар жүйесіне ұшып баруды армандап, мектепке бармай жатып, жұлдызды әлем туралы әңгіме құрай бастаған. Бала қиялы кішкентай кезінен оны жұлдызды әлем туралы әңгіме жазуға итермелеген екен. Жазушы әскерде әскери радиостанцияларда радио байланысшы болды. Сонымен қатар Жүніс Сахиев 1977 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірді. Яғни бұл оқуға түсуде оның журналист болуына себепші болған екен. Жүніс Сахиев 1971 жылдан бері кеңістік көшпенділері деп атаған Айдармен қазақ әдебиетінің ғылыми жанрында тұңғыш авторлық сериялы ғылыми фантастикалық романдар жазып келеді. Міне осы деректердің барлығы Жүніс Сахиевтің фантаз жазушы екенін дәлел болады.
Ал енді тапсырма, жоспар жазыңыз. Жүнсахиевтің айдағы жасырынбақ әңгімесін толық оқып шығып, мына тірек сөздерді пайдалана отыра сюжеттік желі бойынша жоспар жазыңыз. Тірек сөздер: қиял, жазғы демалыс, ғарыш кемесі, ай, саяхат, көлеңке, жасырынбақ, табиғат. Тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін.